Дендеріңіз сау болсын, отбасыларыңыз аман болсын. Кинодан киноға жете берейік. Ең жаман деген киномыз осы болсын. Сосын киноға бармағандар әрбәле, барғандар өте сүйкімді жандар. Денсаулық болсын қалың. Сериясын бастап 49-да дейін көргем. Енді осы 20-шісі кино шықты. Өте керемет. Негізі бұндай болады деп вообще ойлаған жоқпыз. Өмірге деген, тәрбие деген өте зор. Көп нәрсе айтылған, көп тақырыптар айтылған. Енді де тағы да келесі киносы болса, Құдай қаласа көреміз. Жасай берсін Жизуха. Керемет өтті. Жизуха молодец. Мансар жақсы. Мансар жақсы да? Жизуха фильмі қатты ұнады. Мен Жизуха фильміне екінші рет кетіп тұрмын. Барлықтарыңызға келіңіздер, көріңіздер. Сәлем, құрметті оқырмандар. Жизуха фильмі күшті болды. Үлкен рахмет, миллион командасы жасай беріңіздер. Халыққа үндеу жасағандары түсіндіргендері ұнады. Сол жағымен. Бір жағынан комедия болған. Тағы кино түсірсің ба, күтесің ба? Әрине, сериалдарда күшті. Жақсы, кәдімгі енді қазақи кино, қазақ нышанда түсірілген, кәдімгі енді комедиясы да бар, басқасы да бар, таза ауылдың әңгімесі, барлық эпизодтар өте күшті және актерлардың бәрі өте өздерінің таланттарымен күшті ойнап тұр. Бір рет көрдім, осы кісілерге атқан жаңа жарты сағат бұрын көрдім, келіп атқан атырауға, сол үшін әдейілеп осы жаққа келдім. Қанша рет көрсең де, қайталап көрсең де жалықпайтын кино. Мен үшін өте тамаша болды. Атырау, рахмет, ағаларымыз шығарып салып жатыр. Енді бүгін Ақтөбеге барамыз. Кешке Керуен Ситиде барлық сеанстарда боламыз. Жизуха фильмін бірге көрейік. Қымбатты Ақтөбе! Ақтөбе! Кенский орнайды. Білмеймін, менің примерно предположением. Более қазақы, өте қатты қазақы. Шекпейді, андай ішпейді, спортқа жақын, атқа мінеді, сондай олдарда. В основном енді анда-санда бір кореян, бір анда-санда буги массаж, енді айбетпен ондай болып тұрады. Ну, біздің қостанай жігіттеріне қарағанда нормально. Біздікілер қайда орыстардың қосылып 13 жасында ішіп кетеді ғой. Шай ішіп алмасақ болмады. Обедтен кейінгі шай қысты. Өзі бір қалада сондай бір шай ішеді. Шайға келіңіздер. Кешке Керуен Ситиде қымбатты ақтөбелік миллион фандар жақсы жандар Жизуха фильмін бірге көрейік. Келіңіздер. Құрметті достар, Жизуха фильмі бүткіл Қазақстан барлық кинотеатрында көрсеңіздер болады. Дәл қазір 990 почти ләртқа жақындап қалды. Енді бір көріп жіберсеңіздер ләрт болып қалайын деп тұр. Давайте. Қайдам деген жақсы қатты өтті. Кино күшті болды. Кино ұнады. Қазақстандағы нені көтерген, жаңағыдай сол оңтүстіктен солтүстікке деген теманы көтерген, қазақ тілін көтерген, бауырмашылдықты, тілді. Сол жағынан кино ұнады, күшті. Керемет, келіңіздер. Жизуха киносында маған өте ұнады. Өте жақсы. Тоқаев қайдам деген жақсы қатты өтті. Қалаға шықтық балалармен. Қай жаққа барамыз? Қазір Жизухалар келе жатыр екен Ақтөбеге, Керуен Ситиге, соларды көруге, балдарды фотоға түсіруге. Театрдың VIP залына келе жатырмыз. Қазір көреміз қандай екенін. Екінші зал. Аликош, привет деп қой.
Ақтөбе жасыл қала жайнаған о рахмет ақтөбеліктер баршаңызға мың алғыс күшті молодец давай неге бәрі шымкентский айтыңдаршы мен жанымда вот шымкентскийлар в основном телецтар майда туылған либо апрельде туылған либо еще тройка сюцай бойынша либо девятка шымкентскийларға бірде-бір менің ешқандай предъявам жоқ просто слишком көп ше мен жігітпен танысам болса сосын сөйлесіп күшті отырамыз андай неужели жігіт деп қай жақтансың десем шымкент дейді ғой почему жоқ мен просто ойлаймын да шымкентке күйеуге шықсам бітті ғой болды ғой жаз өмір таңғы 6-та андай қызыл тәпішкемен қызыл халатпен ақ орамал бауырсақ сасып ана көршінің балаларына тамақ беріп сөйтіп жүретін сияқтымын андай қой бағып бір білмеймін не екен жоқ ол да бір күшті өмір негізінде бірақ маған емес но хотя мен шымкентке күйеуге шықсам местный ойлаймын местный двухместный кәдімгі шизаларға чотам деп шишесарға тышканеке деп мені қостанай деп кім айтады айтыңдаршы северный қызбыз ғой а так жоқ по сути батысқа ой шешем жоқ батысқа по сути мен просто батыстың жігіттерімен вообще сөйлесіп көрмеймін вот оллахи биллахи рас айтамын батыстың жігіттеріне жыламаппын бірақ таныстарым бар ғой не за ты и вот сондықтан да маған шымкент вот жаныма жақын шишес деп хабарласып тұрып білесің өйткен жайымды можем потревожить виз ағайынды деп шизалармен достасып там шай ішіп жоқ бля мен ойлаймын да шымкентке күйеуге шықсам мен бар ғой зикір тастап бір бар ғой четырка мініп алып буфер қойып тастап қызыл халатпен базарда сігіп жүретін конкретно че там деп самса джимс бар родные деп мамбет жоқ по сути мойындайын маған негізі шымкентский ұлдар ұнайды білмеймін неге екенін білмеймін өлтір мені мойындайын бүгін жоқ короче андай ғой мына пиво емес еще дизи ғой дизи мен осындай бұзық қызбын дизи ішем жоқ енді түсіндірейін неге шымкентскийлар ұнайды білмеймін менің примерно предположением более қазақы өте қатты қазақы и андай ұлдарды қатты өсіреді прям байқасаңдар бар ғой шекпейді андай ішпейді спортқа жақын атқа мінеді сондай ұлдарда в основном енді аңдасаңда бір кальян бір аңдасаңда боди массаж енді айбетпеңдер ондай болып тұрады ну біздің қостанайдың жігіттеріне қарағанда нормально біздікілер қайда орыстармен қосылып 13 жасында ішіп кетеді ғой и солай өскеннен кейін более тестостерондары көбейеді да еркектің андай ішіп шексе тестостерон азаяды олар айран қымыз ішіп сөйтіп көбейтеді да а тестостерон жігітті барынша жігіт қылады и андай мужловатый энергиялар өте көп андай бар ғой прям еркекский мен андай еркек көремін ғой басым кетіп қалады андай деп олар еще айтамын істеймін шешемін дейді да шымкентскийлар кәдімгідей мен айттым ба мен істеймін шешіп тастаймын дейді ғой мен де шеше істеймін деп жоқ если шымкентскийге шықсам балаларымды бар ғой андай қазаққа өсіргім келеді максималды түрде бар ғой андай таңертең кәдімгідей домбырамен оятып кәдімгідей бар ғой әлди деп кәдімгідей андай чупа-чуп сорғызбай құрт сорасын как она есть деп беттеріне айран жағып ағартып шымкенттен кішкене ыстықтау ғой қап-қара балалар болатын шығар енді и вот и андай прям кәдімгідей анашым әкешім деп сөйлейді деп сондай өсіріп кетті